Кайрылуу күн әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясында Алматы қаласының жұмыспен қамту орталығының бағдарламалары тақырыбында айтатын боламыз. Біздің кезекті спикерлерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қуанышев Асланбек Қожайұлы, Алматы қаласының еңбек ұтқырлығы орталығының директорының міндетін уақытша атқарушы. Жаңабаев Әділет Дәулетұлы, Алматы қаласының Мансап орталығының басшысы. Қош келіпсіздер. Бірінші сөз кезегі Асланбек Қожайұлында. Рахмет, қайырлы күн, құрметті әріптестер, журналистер, брифингке қатысушылар. 2020 жылы жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету туралы анықтама бере кетсем, әлеуметтік кодекстің енгізілуімен халықты жұмыспен қамту орталығы, еңбек мобильділігі орталығы болып қайта құрылды. Ал халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 22 қыркүйектегі 828 қаулысының күші жойылды. Қазақстан Республикасының үкіметінің 2023 жылғы 29 қарашадағы 10-50 қаулысымен бекітілген 2021-25 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жобасы және Қазақстан Республикасының 2024-29 жылдарға арналған еңбек нарығын дамыту тұжырымдамасы іске қосылды. Әлеуметтік кодекс келесі бағыттар бойынша жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларын жүзеге асыруды көздейді. Ол келесі бағыттарды қамтиды. Бірінші, кәсіптік оқыту, екінші, кәсіпкерлік бастамаға жәрдемдесу, үшінші, субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру. 2024 жылы жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен 38.253 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2023 жылы жоспар 43.004 адамды құрады. Белсенді іс шаралармен 52.928 адам қамтылып, 123% құрады. Кәсіптік оқыту бойынша 2024 жылы жоспар 950 адамды құрайды. Оның ішінде 740 адамға білім беру ұйымдарында кәсіптік оқыту. 2023 жылы кәсіптік оқытуға 647 адам жіберілді. Оның ішінде 647-сі оқуды аяқтады. 491 адам оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналастырылып, бұл 75.9% құрады. 210 адам жұмыс берушілерді жұмыс орнына кәсіптік оқыту 2023 жылы кәсіптік оқытуға 314 адам жіберілді. Оның ішінде 314 адам оқуды аяқтап, 275 адам оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналастырылды. Бұл 87.6% құрап отыр. Сонымен қатар кәсіпкерлікті бастамаға жәрдемдесу бойынша айта кетсек, 2000 адамды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту жоспарлануда. 2023 жылы 9920 адам оқуды бастап, оның 7390 оқуды аяқтады. Бұл 74.5% құрап отыр. Онлайн оқыту аяқталғаннан кейін 4909 адам грант алып, өз ісін ашып, 114 адам кәсіпкерлік ретінде тіркелген. 146 адам жұмысқа орналастырылды. Оқыту процесі онлайн форматта өтеді. Білім алғысы келетіндер бизнес еңбек KZ порталында өз бетінше тіркеліп, оқуды аяқтай алады. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға 358 тегін гранттар беру жоспарланған. 2023 жылы 3 ағым бойынша 375 грант берілген. Оның ішінде 374 адам өз ісін ашып, бір адам келісім шарттан бас тартып отыр. Осы жылғы 662 микрокредит беру жоспарланған 2023 жылға. Оны алуға 253 адам өтініш білдірсе, оның 201 жобасы мақұлданған. 135 кәсіпкер микрокредит алынып, микрокредитті алу үшін аграрлық несие корпорациясына Алматы қаласы Медеу ауданы Сатпаев көшесі 5-ші үйге жүгінген. Субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 15 маусымдағы 476 қаулысымен субсидияланатын жұмыс орындарының тізбесі бекітілген. 2024 жылы 6932 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 23 жылы жоспармен 12487 адам, 13241 адам жолдама алып, жұмысқа жіберілді. Іс-шара аяқталғаннан кейін 8474 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Әлеуметтік жұмыс орындары
бойынша айта кетсек, 2024 жылы 980 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2023 жылы жоспармен 980 адам, 985 адам жолдама алып, жұмысқа жіберілді. Іс-шара аяқталғаннан кейін 799 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Жастар практикасы бойынша 2024 жылы 880 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2023 жылы жоспармен 899 адам жолдама алып жұмысқа жіберілген. Оның 665 адамы жұмысын жалғастыруда. Шараны 34 адам аяқтап, оның ішінде 103 адам тұрақты жұмысқа орналастырылды. Алғашқы жұмыс орны жобасы бойынша 2024 жылы 400 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2023 жылы жоспармен 937 адам, 413 адам жолдама алып жұмысқа жіберілді. Оның ішінде 310 адам жұмысын жалғастырып, шараны 103 адам аяқтап, оның ішінде 37 адам тұрақты жұмысқа орналасты. 2050 жастан асқан жұмыстардың экономикалық белсенділігін артыруға бағытталған күміс жас жобасы бойынша айтсақ, 2024 жылы 400 адам қамту жоспарланса, 2023 жылы жоспармен 930 адам, оның ішінде 385 адам жолдама алып, жұмысқа жіберілді. Оның ішінде 324 адам жұмысты жалғастыруда, шараны 61 адам аяқтап, оның ішінде 15 адам тұрақты жұмысқа орналасты. 2024 жылы тұрақты жұмысқа орналасу мәселесі бойынша 15172 адамды жұмыспен қамту жоспарланса, 2023 жылы өтініш білдірген 61563 адамнан 21721 адам жұмысқа орналастырылды. Рахмет. Ақпаратыңызға көп рахмет. Енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Құрметті бақ өкілдері, регламент бойынша спикерлерге тақырыпқа қатысты сұрақ қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Представителям СМИ напоминаем о возможности задать вопросы, связанные с темой пресс-конференции. Бірінші біздің баспасөз конференциямызға аккредитациядан өткен Алматы ақшамының журналисті Нұржамалға сөз беріледі. Қайырлы күн болсын баршаңызға. Менің сұрағым, Алматыда кейінгі жылдары қай мамандықтарға сұраныс артты? Жалпы жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілердің арасындағы сұраныста тепе-теңдік бар деп айта аламыз ба? Әлде жұмыс іздегендердің іздегені олардан табылмай қалып жата ма? Рахмет сұрағыңызға. Негізгі былайша айтқан кезде, егер салаларды қарасақ, бірінші орында мысалы тепе-теңдік бар. Мысалы жұмыс берушілердің тарапынан бізде еңбек порталына енгізілген жұмыс орындары бойынша, мысалы бірінші орында ол білім және тәрбиелеу болса, одан кейін мына жерде жұмыс іздеушілердің түйіндемелерін қарасақ, ол жерде де білім беру мен тәрбиелеу. Екінші орында мысалы жұмыс берушілердің тарапынан ол медицина және фармацевтика, ал жаңағы түйіндемелерді қарасақ, мына жерде сәйкестік аздау болып тұр. Себебі жаңағы 7-ші ғана неде тұр, топ дейміз ғой, 10. Одан бөлек жаңағы өндіріс саласы да сәйкес келіп тұр. Және де тағы да бір айта кететін сауда және қоймалау. Осы 3 сала бойынша сәйкестік бар қазіргі таңда еңбек порталында. Келесі сұрағыңыз. Рахмет. Екінші сұрағым, жаңа жастар туралы айтып кеттіңіз. Енді жастар тақырыбы өзекті мәселе ғой. Соның ішінде нет санатындағы жастарға қандай қолдау көрсетіп жатсыздар? Олардың тегін кәсіптік білім алуға ынтасы қандай? Ынталы ма? Кәсіптік білім алғандардың именно сол нет санатындағы жастардың қаншасы тұрақты жұмысқа тұрды? Рахмет. Жақсы, рахмет. Нет санатындағы жастар бойынша бізде үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Осы жылдан бастап бізде жаңағы жастарды қолдау басқармасы бойынша комьюнити центрлар ашылды. Мысалы 8 ауданда жастарды бейімдеу мәселесі бойынша, жұмысқа тұрғызу мәселесі бойынша, кәсіптік оқытудан өткізу мәселелері бойынша 8 ауданда 8 жаңағы комьюнити орталықтары ашылды. Одан бөлек Алматы қаласы еңбек мобильдік орталығына жүгінген санаттар бойынша белсенді шаралармен қамтылған. Оның ішінде 12 мың адамды құрайды. Оның ішінде қоғамдық жұмыс орнына 4700 адам қоғамдық жұмыс орнына орналастырылды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс орнына 350 адам, кәсіптік оқытудан 338 адам,
өз жаңағы жаңа мамандықтың иегері болды. Және де 130-49 адам өзінің бастапқы бизнесін ашу және идеяларын жүзеге асыру мақсатында микрокредит алды. Жауабыңызға рахмет. Также на нашу конференцию аккредитовала журналист газеты «Вечерняя Алматы» Наталья Кушаева. Вам слово. Добрый день. Скажите, пожалуйста, где предпочитает работать молодежь Алматы? Есть ли данные об экономической активности молодых горожан? Какие сферы, отрасли они выбирают при трудоустройстве? Спасибо за вопрос. Я вот повторюсь. Например, вот сейчас вот топ-6 востребованных профессий на бирже труда, в том числе и для молодежи, это вот образование и воспитание, на втором месте медицина и фармацевтика, третье это профессии без квалификации, четвертое финансы, бухучет и пятое торговля и складирование. Молодежь у нас вот с начала этого года у нас уже обратилось 925 человек, из них 90 человек трудоустроены на постоянные рабочие места. Если говорить о 2023 году, то к нам обратилось более 27 тысяч молодых людей, из них охвачены мерами 21 тысяча. Из числа вот трудоустроенных, на какие профессии они трудоустраивались? Это на первом месте это сфера оказания услуг, продавец-консультант, кассир, продавец непродовольственных товаров. Также у нас большим спросом пользуется именно трудоустройство молодежи по курьерам. 233 у нас трудоустроены. Также вот сфера медицины, медицинская сестра, и сфера образования – это воспитатели. Спасибо. Следующий Скажите, пожалуйста, вопрос. на какую поддержку от государства могут рассчитывать те, кто хочет открыть или же расширить свое дело? Так, если говорить общее, то есть программа занятости, она состоит вот из 3 принципов. Одна из принципов – это вот поддержка предпринимательских инициатив граждан. То есть она охватывает в себе выдача безвозмездных грантов в размере 400 МРП, это 1 миллион 400 тысяч тенге. Также выдача микрокредита для молодежи от 21 до 35 лет, до 5 миллионов выдается микрокредит по 2,5% на 5 лет, для того, чтобы они могли начать свой бизнес или же расширить ее. Спасибо за вопрос, Наталья. Следующее слово предоставляется журналисту Independent.kz. Пожалуйста, Рафаэлу Гасанову. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня вопрос, просьба ответить на эти вопросы исполняющей обязанности руководителя Центра трудовой мобильности. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот недавно после широкого общественного резонанса касательно публикации вашего перечня, значит, вы опубликовали перечень. Сейчас по сообщениям работодателей, значит, они заходят на портфолио свой там, да, и на электронный ключ, да, или как он там называется у вас. Значит, и ваш перечень он не сходится с фактическим вот электронным вот заключением, да, значит, договоров. Как это возможно? Почему так произошло? Это работодатели почему не могут найти, потому что там не указано БИН. Изначально мы вам это объясняли ситуацию, да, что мы не можем указать БИН. Перечень был размещен. Перечень, можно, если я вот правильно понял? Уважаемые спикеры, я уточняющий, я еще раз повторяю вопрос свой. Дело же не в БИНе, там же есть организация, название. Вот у меня вопрос конкретный. Почему ваш перечень теперь не сходится с фактическими трудовыми договорами? Все понятно. Руководитель, пусть объяснит, пожалуйста. Все понятно. Дело в том, что договора отправлены, вот у нас есть 5 активных мер содействия занятости, это вот первое рабочее место, молодежная практика, полностью отправлены договора.
По серебряному возрасту буквально вчера отправлены договора. Социальные рабочие места отправлены договора 14 числа. По общественным работам потребовалось немножко дополнительного времени, так как поступило более 12 тысяч заявок на 45 тысяч рабочих мест, среди которых были утверждены 7002 рабочих места. И ситуация на данный момент такая, что буквально вот вчера были отправлены договора по 3900 заявкам, и сегодня уже первые работодатели, они получают договора в личный кабинет. На этой неделе вопросы с договорами и перечнем оно разрешится. Также необходимо отметить тот факт, что если работодатели не видят вакансий на портале Еңбек.kz, работодателям необходимо после того, как получат свой личный кабинет эти договора, нажать кнопку «Заключить договор». Также очень важное решение, которое должны принять работодатели, в личном кабинете им необходимо в обязательном порядке опубликовать эти вакансии. Так как сейчас мы видим на практике, по молодежной практике, по социальным рабочим местам, многие работодатели эту кнопку не нажимают на портале. Но это процедурные моменты. Эти моменты мы можем обсудить и в чатах. У нас есть рабочий чат, есть личные номера сотрудников центра. То есть обязательно необходимо опубликовать эти вакансии. Хорошо, хорошо. Второй вопрос. Спасибо большое. Жаль, что руководитель не отвечает на эти вопросы. Ага. Значит, следующий вопрос у меня касательно вот всей ситуации. Можете ли вы прокомментировать, будут ли какие-то, ну, условно говоря, дисциплинарного характера, значит, вашим сотрудникам, допустившие вот весь вот такой вот резонанс и вакуум информационный, после чего вы сами знаете, что в дело даже подключилась заместитель акима Алматы. Прокомментируйте, пожалуйста, будут ли дисциплинарные взыскания вашим сотрудникам? Спасибо за вопрос. Да, за этот вопрос я так отвечу, что да, дисциплинарное взыскание будет. Спасибо за Конкретно вопрос, можно Рафаэль. Ребят, вот можно конкретные ответы, пожалуйста? У меня конкретные вопросы. Зачем это? Вы должны четко отвечать, раз вы на брифинге. Андрей Тавлетович, можете добавить? Нет, ну, в принципе, да, есть у нас отдел, Ответ, пожалуйста, вы не отвечаете конкретный вопрос исполняющими обязанности руководителя Центра трудовой мобильности. Вы же не руководитель центра. У меня вопрос конкретный. Будут ли привлечены к дисциплинарной ответственности и какой конкретно? Все. Вопрос конкретный. Рафаэль, вам же ответили, да, будут меры предприниматься. Да, обязательно в порядке они будут привлечены к ответственности. Те сотрудники, которые, ну, есть же объективные причины, о которых мы сообщали ранее. Но есть и те моменты, где действительно сотрудники допустили вот всю эту ситуацию с перечнем. Спасибо за вопрос. Вам очередное слово предоставляется журналисту Алмалаев Кизет. Құрметті әріптестер, осымен сұрақтарыңыз тамам болса, біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, на этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо за внимание.